Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте оңай ачичук салатын жасайтын боламыз. Бұл салатты палаумен немесе басқа да тағамдармен қоюға болады. Керекті заттарымыз 2 дана қызанақ, 2 дана пияз, тәтті бұрыш, қызыл бұрыш, паприка және тұз. Ең алдымен пиязымызды жарты бөлікке бөліп алып, жіңішкелеп турап шығамыз. Жуаны турап болған соң, мұздай суға салып, ащысын кетіріп аламыз. Енді тәтті бұрышымызды жіңішкелеп турап шығамыз. Енді дәмін келтіріп тұратын қызанағымызды жіңішкелеп тураймыз. Қызанақтарымызды турап болған соң, қызыл ащы бұрышымызды, паприкамызды, тұзымызды қалауымыз бойынша қосып шығамыз. Салатымызды езіп алмай, әдемілеп араластырып шығып, тарелкамызға салып ұсынамыз. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.